Құрметті оқырмандар, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер, ал ендеше бастайын. Мен Айшамын, 29-дамын. 3 жыл бұрын тұрмысқа шықтым. Бастапқыда бәрі керемет еді, арман күніне гүл әкеліп, түнде құшақтап ұйықтайтын. Қазір ол таңертең ерте шығып кетеді, кешке шаршап келеді де, телефонға үңіліп жата береді. Сөйлессек те, жұмыс туралы ғана. Мен үйде жалғызбын. Кейде күніміздің қалай осылай суып кеткенін түсінбеймін. Кеше кір жуып, ауыр себетті көтергенде белім шойырылып қалды. Түнде ұйықтай алмадым, ауырсынуы қатты. Таңертең Арманға айттым, ол дәрі іш, қоят деді де, жұмысына кетті. Мен төсекте жатып телефонды ақтардым да, көрші Ерболдың массаж жасайтынын есіме түсірдім. Ол үйінде шағын кабинет ашқан, кейде көршілер барады екен. Бұрын ешқашан бармаппын. Бірақ ауырсынуым шыдай алмайтын халге жетті. Кешке тұрдым да, жеңіл көйлек киіп, ішіме ештен кимей шықтым, үйде жалғыз едім ғой. Есікті қақтым. Ербол ашты, ұзын бойлы, тыныш жігіт күлімсіреп тұрды. Айша, қалайсыз? Белім қатты ауырып тұр, Ербол. Көмектесе аласың ба? Әрине, кіріңіз. Ішке кірдім. Бөлме жылы, хош иісті майдың иісі шығады. Диванға жат деп көрсетті. Мен бетімді төмен қаратып жаттым. Көйлегім тізеден сәл жоғары, бірақ ойламадым да. Ол қолын жылытып алып, белімнен бастады. Қатты, бірақ абайлап басады. Расында ауырсынуым бәсеңдеді. Бірақ бір түрлі сезім пайда болды. Қолдары белімнен сәл төмен сырғи бастағанда, денемде жылу жүгірді. Мен үндемедім. Массаж ғой дедім іштей. Төменірек ауырамы? Деді ол тыныш дауыспен. Иә. Сәл төменірек. Қолы бөксеме тигенде жүрегім соғып кетті. Бірақ ауырсынуы басылғаны сонша тоқтатпадым. Массаж ұзаққа созылды. Ол май құйып аяғымнан жоғары қарай уқалай бастады. Санымның ішкі жағына тигенде денем дірілдеді. Мен көзімді жұмып алдым. Не болып жатқанын түсінгім келмеді. Арманды ойладым, ол маған қашан қол тигізді екен. Есімде жоқ. Аударылыңыз, алдынан да қарайын, деді Ербол. Мен аударылдым. Көйлегім жоғары шығып кеткен, бірақ түзетпедім. Ол ішімнен, қабырғамнан бастап уқалады. Қолы кеудемнің астына жақындағанда демім тарыла бастады. Мен үндемедім. Ол да ештеңе демеді. Бір кезде қолдары тоқтады. Мен көзімді аштым, ол маған қарап тұр. Көзінде бір нәрсе бар еді, сағыныш па, әлде басқа ма? Мен де қарадым. Ұзақ қарадық. Айша, деді ол сыбырлап. Мен жауап бермедім. Бірақ қолым өздігінен оның қолына тиіп кетті. Ол қолымды ұстады. Жылы еді. Содан кейін ол маңдайымнан сүйді. Жай ғана, нәзік. Мен қозғалмадым. Ол мойнымнан, құлағымнан сүйді. Денем ерігендей болды. Мен өзімді тоқтата алмадым, қолымды мойнына салдым. Ол мені құшақтап көйлегімді түсіре бастады. Мен қарсылық көрсетпедім. Керісінше көмектескендей болдым. Мен бірінші рет осындай сезімді бастан кештім. Әйел үшін бұл жеткіліксіз, оны оята білуі керек. Арман ешқашан осылай еркелетпейтін, өз ісін тез бітіріп, ұйықтап қалатын. Біз сол күні ұзақ болдық. Мен бірнеше рет шарықтадым. Содан кейін құшақтасып жаттық. Ешкім сөйлеген жоқ. Мен көзімді жұмып, не істегенімді ойладым. Өкініш пе? Жоқ. Сағыныш басым еді. Үйге қайтып келдім. Арман әлі ұйықтап жатыр екен. Мен душқа түстім, ұзақ тұрдым. Денемде Ерболдың иісі қалған сияқты. Түнде ұйықтай алмадым. Телефонға хабарлама жаздым да өшірдім. Жазалмадым. Ертеңіне Арман тағы ерте шығып кетті. Мен тағы белімнің ауырып тұрғанын сездім, бірақ бұл жолы ауырсыну басқа еді. Келесі күні кешке қарай белімнің ауырғаны қайта басталды, немесе мен өзімді солай сендірдім. Арман тағы да кеш болады деп хабарлама жазып, жұмыста қалып қойды. Мен үйде жалғыз отырып телефонды қолға алдым да Ерболға жаздым. Белім тағы мазамды алып тұр. Боссың ба? Жауап бірден келді. Күтемін.
Мен душқа түстім, денемді мұқият жудым, хош иісті крем жақтым. Бұл жолы сылтау іздемедім, жүрегім соғып, аяғым дірілдеп бара жаттым. Есікті ашқан Ербол маған ұзақ қарады. Сөзсіз құшағына алды да есікті жапты. Келесі күні кешке қарай белімнің ауырғаны қайта басталды, немесе мен өзімді солай сендірдім. Арман тағы да кеш болады деп хабарлама жазып, жұмыста қалып қойды. Мен үйде жалғыз отырып телефонды қолға алдым да Ерболға жаздым. Белім тағы мазамды алып тұр. Боссың ба? Жыстық толқын денемді толтырды, сол күні тағы да. Ұзақ жаттық. Ол маңдайымнан сүйіп, сен меніксің бе енді? Деді. Мен жауап бермедім. Іштей білдім, иә, бірақ арманды, өмірімді, бәрін ойладым. Бұл бақыт па, әлде күнә ме? Үйге қайтып келгенде түн ортасы еді. Душқа түстім, денемде оның иісі, ізі қалған. Төсекке жатып қолымды ішіме апардым, әлі ыстық, әлі толы. Ертең не болады білмеймін, бір сәттік әлсіздік жақсылық әкелмесі анық, бірақ мен соны біле тұра нәпсімнің жетегінде кетіп барамын.